Баршаңызға сәлем достар, бүгін мен слайм дайындап көретін боламын. Ол үшін осы видеоға лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Достар, мен слаймның рецептін қарап көрдім интернеттен. Бір қыз жасап жатыр екен, тек қана оған пва клей мен фери қосты. Ал кеттік жасап көрейік. Осындай пва клей болады, міне. Пва клей деп жазылып тұр. Біз фериді, яғни ыдыс жуғыш фериді кухнядан аламыз. Мен кухняға келдім. Осындай фери бар. Бұл негізі фери, просто мен осындай ыдысқа салып қойғанмын. Не пва клей. Достар, бізге слайм жасау үшін осындай ыдыс керек. Мен осындай кішкентай ыдыс алдым. Жаңа жуып алдым. Және де оған кез келген қасық болады. Мен осындай пластилиннің пышақ или қасық па осылай кесетін алдым. Яқта кішкене жапсық қалған пластилин ештеңе қалмайды. Ал достар, бірінші біздер пва клейді саламыз. Міне достар, енді мен салам. Міне құйдым. Осы болады. Міне достар, мен құйдым. Кезек фери. Міне фериді де құйдым. Енді ложкамен бұлғаймын. Достар, мен бұлғап отырмын. Достар, енді мен осы слаймды холодильникке 4 сағат салып қоямын. Достар, енді біз слаймға крахмал саламыз. Міне мен крахмал салып жатырмын. Достар, бізге кез келген крахмал болады. Және осылай бұлғаймыз. Достар, біз осылай бұлғай береміз. Яғни слайм осылай қатқанша, яғни слайм болғанша. Егер аз болса, онда тағы да крахмал саламыз. Достар, осы шыққан слаймның қоспасын осылай пакетке қойсақ болады, әйтпесе бүлдіріп. Және де крахмалымызды салып тастаймыз. Достар, бізде осындай күшті слайм шықты. Сіздер дайындап көріңіздер, өте керемет болады екен. Осы менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, маған тіркеле кетіңіздер.